Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша шоу арнасы. Бүгін мен сіздерге алыстағы екі бейтаныс адам деген киноны айтатын боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып кетуді ұмытпа. Бұл сендер үшін бірақ секунд уақыт болатын болса, мен үшін үлкен еңбек болды. Картер үйінде ойнады, бірақ та бұл өзінің үйі емес, мына қыздың үйі еді. Картер қызға қалмақ кеп тұр, бірақ үйде итім күтіп отыр деп айтады. Одан кейін Картердің қызы ас бөлмеге кетіп бара жатқан жолда бір нәрсені құлатып алады. Содан кейін Картер өзінің итіне хабарласайын деп, оған біраз тамақтарды беріп қояды. Одан кейін Картер далаға шығып, сумкасынан темекісін алып шығады. Содан кейін ол сумкасынан пачка ақша құлап қалғанын білген жоқ. Артынан бір адам келіп соқтықсады. Одан кейін милиция да келіп оған: "Сенің мынаншама ақшаң бар, бірақ қалай темекі шегіп тұрсың?" дейді. Ол өзінің жай ғана суретші екенін айтады. Содан кейін полицей оның қолына наручник таққысы келеді, бірақ одан ешнәрсе шықпайды. Сосын және көмекшілер келіп, оны жерге жатқызып алады. Картер өзінің демала алмай жатқанын айтқысы келеді, бірақ та оны тыңдамайды. Содан кейін Картер ана өмірге аттанып кетеді. Бірақ та Картер сол төсекте қайтадан оянады. Содан кейін барып өзін жай ғана түс көрген екенмін деп ойлайды. Бірақ та Картердің қызы жаңағы құлатқан затын қайтадан құлатқан кезде Картер түсінбей қалады. Содан кейін Картер далаға шығып бара жатқан кезде сол адамдарды қайтадан көреді. Содан кейін барып сумкасында тұрған ақшаны алып қалтасын салып қояды. Асықпай темекісін шегіп тұрған кезде артынан кешегі полиция келіп, қайтадан кешегі қойған сұрақтарын қайтадан қоя бастайды. Содан кейін бір полицей оны қайтадан атып тастайды. Картер қайтадан қыздың үйінде оянады. Оянған кезде ойланып отырып, сол қыздың үйіне қаламын деп шешеді. Екеуі бірге тамақ пісіріп жатқан кезде арғы жақтан қайтадан спецназдар келіп, Картерді атып тастайды. Содан кейін барып, үйдің адресімен шатасып кеткенін біліп, кешірім сұрайды. Картер қайтадан қыздың үйінде оянады. Сөйтіп, барлық киімдерін тығып, жинастырып қойып, далаға шығады. Шығып бара жатқан кезде оны милиция көріп қойып, қайтадан атады. Осындай көп попыткалардан кейін Картер қатты шаршап кетеді. Содан кейін қыздан: "Менің орнымда болғанда не істер едің?" дейді. Сол кезде қыз: "Мен оларды атып тастайтын едім" дейді. "Болмаса оларды сөзге шақырып көретін едім" дейді. Содан кейін Картер милициямен сөйлесіп тұрған кезде оған қайтадан тиісе бастайды. Содан кейін жәндегі адамдардың алдын ала адамдардың іс-қимылдарын айтып тұрады. Алдыра кетіп бара жатқан баланың қазір скейттан құлайтынын айтады. Содан кейін барып милиция оны жібере салады. Кетіп бара жатқан жолда жәненің бейтаныс екі бала жүгіріп өтеді. Әдеттегідей оны атып тастайды. Картер милицияға барып, өзінің жіберуін сұранады және де үйіне шейін алып баруын сұранады. Жолда кетіп бара жатқан кезде милицияның 3 баласы және де 2 иті бар екенін біледі. Содан кейін полиция законға деген уважениесі кеткенін айтады. Содан кейін барып Картер ешкімді екіге бөлмей, ақ-қара деп бәріне бірдей қарауын сұранады. Сөйтіп Картер да үйіне жетеді. Жеткен кезде екеуі бір-бірінің қолдарын ұстап қоштасады. Содан кейін Картер үйіне кетіп бара жатқан кезде артынан милиция шапалақ ұрып, оған қарап күліп тұрады. Одан кейін барып, "Бұның бәрі мықты шоу болды, иә" деп оған қарап айтады. Содан кейін барып милиция өзінің де уақыттың арасындағылығын айтады. Сөйтіп оны атып тастайды. Содан кейін Картер қайтып оянады. Оянған кезде өзінің қызына өзін 100 рет өлгенін айтады. Содан кейін қызға: "Мен бәрібір бұл адамнан құтыламын" деп есіктен шығып кетеді. Егер достым видео ұнайтын болса, арнаға жазылып лайк басып қой.